Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазұлы. Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дене шынықтырудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру. Сабағымыздың мақсаты дене шынықтырудың әдістері мен тәсілдерін зерттеу. Сабағымыздың барысы дене шынықтыру тәрбиесінің маңызы мен міндеттері. Дене шынықтырудың міндеттері мен жаттығулары. Дене тәрбиесіне жаттығулардың тигізетін әсері. Дене шынықтыру жүйесінің бағыттары. Дене тәрбиесінің маңызы мен міндеттері. Дене шынықтыру күннің басты тәртібі, яғни еңбек демалысы, тамақтану, ұйқының ырғағын, бос уақытын дұрыс ұйымдастыруды талап етеді. Балалардың ақыл-ой және физикалық құрылымын дұрыс дамыту үшін құралдарды тиімді пайдалану қажет. Дене жаттығулары. Дене жаттығулары бұл саналы түрде орындалған қимылдар және қозғалыс әрекеттер. Дене жаттығулары бұлшықет жүйесін, қан айналымын және тыныс алу мүшелерін дамытады. Дене жаттығуларына мысал келтіре кетейік. Гимнастика. Гимнастиканың түрлері: негізгі және гигиеналық гимнастика, спорттық гимнастика, акробатика, көркемдік гимнастика, өндірістік гимнастика, емдік гимнастика. Ойын балаларды жылдамдыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Туризм балаларды төзімділікке, ұжымдыққа, еңбек сүйгіштікке және қолайсыз сыртқы жағдайларда кездесетін қиындықтарды жеңуге тәрбиелейді. Дене шынықтырудың міндеттері мен жаттығулары. Мектеп жасындағы балалардың дене шынықтыру жүйесінің барлық буындарындағы бір мақсат: өмірге, еңбекке, отанды қорғауға даярлау. Дене шынықтыру ұзақ уақытты қажет ететін үлкен талаптарға негізделген педагогикалық үрдіс. Дене шынықтыру жаттығуларының міндеті: денсаулықты нығайту, денені шынықтыру, дененің даму деңгейін көтеру, дамыту, еңбек ету қабілетін күшейту. Өмірге қажетті қозғалыс дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру, оның ішінде қолданбалы сипаттағы қозғалыстар. Адамның моральдық ерік-жігер қасиеттерін тәрбиелеу. Дененің сапалық қасиеттерін, яғни жылдамдық, күш, икемділік, төзімділікті дамыту. Арнайы спорттық жаттығулардың орындалу техникасын меңгеру. Адамдардың денсаулығын нығайту, өмір сүру қабілеттерін күшейту дене шынықтырудың негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Дене жаттығуларымен айналысудың тағы бір маңыздылығы жаттығулардың тірек қимыл аппаратын дамытуға және бекітуге әсері. Сүйек дұрыс және уақытылы бекиді, омыртқа иілістері қалыптасады, байланыс буындық аппараты күшейеді, адамның денесі икемді болады. Бұлшықеттердің барлық топтарын кеуде, арқа, қарын, аяқ, қол, алақан, саусақ, табан, мойын, ішкі ағзалар, соның ішінде жүрек, қан тамырлары бұлшықеттерін дамытуға көмектеседі. Дене жаттығулары ішкі ағзалардың ішінде жүрек пен өкпе қызметінің де жұмысын жақсартып отырады. Дене жаттығулармен айналысу барысында адамның бүкіл денесі, соның ішінде жүрек бұлшықеттерінің қызметі дамиды әрі жаттықтырылады. Қарапайым жағдайдағы спортшының жүрегінің соғуы 1 минутта 50-60 рет болса, ал ауыр жаттығу барысында жүрек соғуы 1 минутта 240 ретке дейін соғады. Дене жаттығуларының әсерінен тыныс алу жолдарының жұмыс істеу қабілеті дамиды және нығаяды. Кеуде қуысының қозғалғыштығына, тыныс алудың тереңдеуіне, ауаның үздіксіз жұмсауға, өкпенің сыйымдылығын арттыруға себепші болады. Кеуде қуысының тыныс алу жағдайы 4-6 см-дің орнына 10-15 см-ге дейін жетеді. Дене жаттығуларының адам мінезіне әсері. Дене жаттығуларын орындау кезінде мінездің жақсы қасиеттерін: адамгершілік, әділеттілік, адалдық, жолдастық сезім, өзара көмек, ұжымда жұмыс істей білу, дене шынықтыру, құрал саймандарын күтіп ұстай білу қасиеттері дамиды. Маңызды ұйымдастырылған топтық жаттығулар, саяхаттар, жарыстар, мерекелер оқушыларды достыққа, жолдастыққа, ұжымдық сүюге тәрбиелейді. Таңертеңгілік гигиеналық бой сергіту жаттығуы ол адамның дене құрылысының ұйқыдан соң тіршілік қызметіне тез араласуына әсерін тигізіп қана қоймай, адамды сергек жүруге және көңіл күйін көтеруге көмегін тигізеді. Таңертеңгілік бой сергіту жаттығуы тұлғаны дұрыс қалыптастыруға әсер ете отырып, тыныс алуды жақсартады, қан айналу жүйесінің қызметін күшейтеді, зат алмасуға көмектеседі, балалардың зеректігін, мақсатқа жету ұмтылысын қалыптастырады. Ақыл-ой қызметін арттырады. Ертеңгілік бой сергіту жаттығулары балалардың тәртіп пен бейімділікке, өзіне деген сенімділік пен белсенді қызмет атқаруға тәрбиелейді. Дене шынықтыру жүйесінің бағыттары.
Білім беру міндеттері, қимылдың ептілігі мен дағдысын меңгеру және дене шынықтыру көлемінде мектеп оқушыларына білім беру. Сауықтыру міндеттері, дене тәрбиесі жаттығулары көмегімен мектеп оқушыларының денсаулығын күшейту. Тәрбиелік міндеттері, мектеп оқушыларының адамгершілік, жігерлілік қасиеттерін қалыптастыру, өнегелік, көркемдік танымдарды үйрету болып табылады. Сабағымызды қорытындылай келе, оқушылар, бірінші байлық денсаулық деген нақыл сөзді білмейтін адам жоқ шығар. Дегенмен де осындай қарапайым ақиқатты күнделікті өмірде мән беріп жатқанымыз аз. Денсаулығымыздың қадірін тек ауырғанда ғана білеміз, және олардың негізгі денсаулықтың сақтау тәсілдері емханаға барып, дәрігер жазып берген дәріні сатып алып ішумен шектелеміз. Содан болар, бүгінде емханаларда кезек күткен адамдардың легі жылдан жылға көбеймесе азаяр емес. Сондықтан дене шынықтырумен айналысып, аурухананың табалдырығын біржолата ұмытайық.